Алаш деген жалпы қараңыз, 1905-1920 жылдар аралығы қана. 15-ақ жыл. 15 жылда адам айтса нанғысыз нәрсені істейді. Ұлттық әліпбиіңізді жасап береді, жазуыңызды. Түркі халықтардың ешқайсысында төл жазуы жоқ әліпбиі. Соны Ахмет Байтұрсынов Құран Кәрімнің жазуын ала отырып, қазақтың төл жазуын жасап береді. Төл дыбысын жасап береді. Тұңғыш әліпби. Әліпбиіңізді жасап береді, әдеби тіліңізді қалыптастырып береді, роман жазып береді, алғашқы пьесаңызды жасап береді, театрыңызды құрып береді, мәдениетіңізді жасап береді, алғашқы кино сценарийіңізді дайындап береді, әскеріңізді құрып береді, бодандықта жүрген халқыңыздың мемлекетін құруға көтеріліседі, үкіметіңізді жасақтайды, депутатыңызды құрып береді, және ата дініңіз исламды қорғап береді. Неге? Өйткені мынау Қатын патша билегеннен кейін біз 1822 жылдан бастап орыс отарлығына кіріп кеттік. Империялық биліктің. Империялық билік әуелде біздің жерімізге әскер береміз, көмек қыламыз, ішкі сыртқы жауларыңыздан қорғап отырамыз деген келісімменен келісті. Өкінішке қарай ол келісімнің соңы сұйылып кетті. Қатын патша уәдесінде тұрмады. Одан кейін орыстар келіп біздің қазақтың ең шырайлы, ең берекетті жерлеріне бекініс сала бастады. Бекініс салынған жерге міндетті түрде шіркеу келіп отырды. Ал шіркеу келген жерге шоқындыру саясаты, орыстандыру саясаты жүріп отырды. Енді қазақ даласында мешіттер көп болды. Ал сол мешіттердің қыбылағы екінші Николай патшаның суреті ілініп тұрды. Сіз намаз оқысаңыз, соның суретіне қарап намаз оқуға міндеттісіз. Және оның суретін алып тастай алмайсыз. Сондай бұйрықтар шығып отырды. Алаш қайраткерлер жоқ. Бұл ислам шариғатында, ислам дәстүрінде адам суретке қарап намаз оқымайды. Бұл болмайды. Ондай рәсім жүрмейді деп суретке қарсы көтеріліс. Кәдімгі қазақ газетінде ең алғаш Қазақстан газеті осы Оралда 1911 жылы шыққан. Сол Қазақстан газетін қараңыз, Айқап журналын, Қазақ газетін қараңыз. Суретке қарап намаз оқу ол күнә дейді. Бұл дұрыс емес дейді. Бұл Аллаға серік қосу дейді. Соны көтереді. Және патшалық билікке өзінің тілінде, мына қожайынның тілін керемет меңгеріп алған құлмыз ғой енді. Құл қожайынның тілін меңгереді, қожайынның заң низамын меңгереді, қожайынның салт дәстүрін меңгереді, қожайынның әдет ғұрпын, қожайынның тарихын меңгеріп алады да, сол тарихын өзінің тілінде, өзінің заңыменен түсіндіре отырып, ана суретті алғысы келді ғой Николайдан.